Ассаламағалейкум достар. Бүгін біз тағы да жүрілген көліктерді түсіруге келдік. Бұл жолы Hyundai центрдегі жүрілген көліктердің бағасына шолу жасайтын боламыз. Егер видеода бірдеңе ұнамай жататын болса, астына комментарийға қалдырып кетсеңіздер, біздің контенттің дамуына үлкен үлес қосқан боласыздар. Сонымен қатар лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Онда біз бастаймыз. Ал бірінші көлік бізде Hyundai Accent 2015 жылда екен, 130 мың ғана километр жүрген, 1.6 автомат, бағасы 4.690.000 теңге. Келесі көлік Hyundai Accent, тоже жаңа моделі, 2019 жылғы 38 мың километр жүрген, 1.6 автомат, бағасы 6.390.000. Чехол киірген, чехолы кішкене тозып қалыпты. Ал келесі көлік бізде Hyundai i30 2015 жылғы 91 мың километр жүрген, 1.6 автомат, бағасы 5.590.000. Іші велюрдан жасалған. Ал бізде келесі көлік Hyundai Elantra 2018 жылғы екен, 18.500 километр жүрген, 1.6 автомат, бағасы 7.390.000 теңге. Келесі бизнес-класстағы Kia K7 K7 көлігі, қозғалтқышының көлемі 3.3 автомат, салоны кожаный, іші жаңа, бизнес-класстағы автомобиль, 2020 жылғы екен, 24.500 ғана километр жүрген, 17.800.000 теңге. Келесі бізде Kia Soul 2013 жылғы 100 мың километр жүрген, объемы 2 автомат, бағасы 5.690.000 теңге. Ішіне Soul деп жазып қойыпты, есіктеріне. Ал жол талғамайтын келесі көлік бізде Lexus 570 2008 жылға 168 мың километр жүрген екен. Ішінде бір пара жатыр, қандай пара екен білмеймін. Іші кожаный, автомат, бағасы 14.990.000 теңге. Келесі көлік Nissan Qashqai 2014 жылға 98 мың километр жүрген, 2000 объемы, қозғалтқышының көлемі 2.0 автомат, бағасы 6.890.000. Автомат емес, вариатор. Вариатор автоматқа, механикаға қарағанда сәл жылдамырақ болып келеді. Жылдамды қалады. Lada Vesta 2019 жылғы 32 мың километр жүрген, 1.6 механика, бағасы 5.490.000. Ішінде екі көліктің кілті жатыр ғой. Ұмыт кеткен ол. Келесі бізде көлік талғамайтын көлік Subaru Forester 2015 жылғы 98 мың километр жүрген, объемы, көлемі, қозғалтқышының 2.5 автомат, бағасы 10.390.000. Мощно. Брентон деген. Kia K7 ғой бұл. Nissan Qashqai 2013 жылғы 112 мың километр жүрген, 1.6 вариатор, 5.790.000 теңге.
вариатор бензин экономдығы бойынша және де жылдамдық алу бойынша автоматқа қарағанда алдында, автоматқа және механикаға қарағанда. Ал келесі көлік бізде Nissan Juke 2012 жылға 92 000 км жүрген 1.6 автомат. Ішіндегі салонын көрсеңіздер болады, қызыл сызықтарымен. 4 890 000 теңге сұрап тұр екен. Дәл сондай Nissan Juke 2014 жылғы екен. 54 000 км жүрген 1.6 вариатор. 1.6 вариатор. Бағасы 5 790 000 теңге. Мынау 2014, мынау 2012. Мұнақта вариатор, мұнада автомат. Мынау нағын қарағанда 1 миллион теңгеге арзан. Toyota Venza 2010 жылға 253 000 км жүрген. Объемы 2.7 автомат. Бағасы 7 800 000 теңге. Іші велюр. Тап-тұйнақта, ескірмеген қатты. 2010 жыл болса да. Chevrolet Tracker 2014 жылға 110 000 км жүрген екен, 1.8 автомат. Бағасы 5 90 000 теңге. Іші кожаный, кожадан жасалған. Lexus RX 350 2008 жылға 160 000 км жүрген 3.5 автомат. Бағасы 8 190 000 теңге. Салонын көрсеңіздер болады. Кожадан жасалған. Жалпы жаман емес. Nissan Micra деген көлік 2010 жылғы екен, 145 000 км жүрген. Механика емес, автомат. Автомат. Бағасы 3 690 000 теңге. Қызыл түсті. Toyota Corolla 2012 жылғы 185 000 км жүрген 1.8 автомат, 5 690 000 теңге. Салоны кожадан жасалған, бірақ жүргізушінің отыратын жері кішкене ескіріп, салақ қолданылған екен, айдалған екен. Ал келесі көлік бізде Toyota Auris 2008 жылғы 182 000 км жүрген 1.4 механика. Бағасы 3 890 000 теңге. Іші салоны матадан жасалған. Toyota Yaris 2008 жылға 219 000 км жүрген 1.3 автомат. Бағасы 3 590 000 теңге. Бұл көліктің бір ерекшелігі спидометрі жүргізушінің алдында емес, жүргізуші мен жанында отырған адамның ортасында орналасқан анау панельде. Көріп тұрсыздар ма? Сол жерде. Бағасы 3 590 000. Renault Logan 2019 жылғы 12 000 ғана километр жүрген 1.6 автомат. Іші матадан жасалған. Бағасы 6 90 000 теңге. Мына көлік бізге жол талғамайтын көліктердің қатарына жатады. Honda CR-V 2012 жылғы 138 000 км жүрген 2.4
автомат. Бағасы 7 миллион 500 мың теңге. Іші кожадан жасалған. Toyota Auris 2013 жылғы 123 мың километр жүрген 1.6 вариатор. Автомат емес, вариатор. Бағасы 6 миллион 390 мың теңге. Бір байқаған вариаторлар сәл қымбаттау келеді. Hyundai Tucson 2013 жылғы 145 мың 500 километр жүрген 2.0 автомат. Бағасы 7 миллион 190 мың теңгені. Ішкі жағдайын көрсеңіздер болады.